Дыбыс үндестігі ассимиляция үшке бөлінеді. Ілгерінді, кейінді, тоғыспалы ықпал. Ассимиляция латын тілінің ассимикато, ұқсату, ұқсасу деген мағынаны білдіретін сөзінен шыққан термин. Тоғыспалы ықпал ассимиляция заңдылықтары бойынша қолданылады. Бір дыбыс екінші бір дыбысты дәл өзінде етіп толық игеріп, түгелдей еліктіреді. Мұны тіл білімінде толық ассимиляция дейді. Мысалы, жаса, жаса, сөзсе, сөзсе, сөзшең, сөзшең, жұмысша, жұмысша. Бір дыбыс екінші бір дыбысты дәл өзінде етіп еліктірмей, бір жақты ғана игереді. Яғни ұяң дыбыс болса, өзінде ұяң дыбысты, қатаң дыбыс болса, өзінде қатаң дыбыстың болуын қалап тұрады. Мұндай құбылыс жартылай ассимиляция делінеді. Мысалы, қазға, тасқа, қыздар, тоғыспалы ықпал деп, әркелкі дыбыстар қатар келіп тоғысып, екеуі де бірін-бірі еркін билей алмай, басқа дыбыстарға ауысып кетуін айтады. Тоғыспалы ықпал заңдылықтары сөз ішінде немесе сөз аралығында Н дыбысы мен Қ дыбысы қатар келсе, не С дыбысы мен Ж дыбысы қатар келсе, көршілес келсе, айтуда Н дыбысы Н-ға, Қ дыбысы Г дыбысына, сондай-ақ С дыбысы өзгеріп Ш-ға, Ж дыбысы өзгеріп Ш дыбыстарына айналады. Мысалы, қазанқап, қазанғап, жылан қарағы, жылан қарағы, есенкелді, есенгелді, досжан, досжан, бесжан, бесжан.